Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отыра қойыңыздар. Оқушылар, биыл еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толады. Тарихи тұрғыдан алып қарастыратын болсақ, 30 жыл ол көзді ашып жұмғандай қас қағым сәт. Дегенмен көптеген халықтар үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен даму алмасқан тұтас дәуір деуге болады. Міне біз осындай жолдан өтіп келеміз. Бүгінгі біздің сабағымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады. Сабақтың тақырыбы тәуелсіздік баға жетпес құндылық. Сабақтың мақсаты тәуелсіз Қазақстанның 30 жылда жеткен жетістіктерін анықтау, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасы Семей ядролық полигонының жабылуын жан-жақты талдау. Ендеше барлығымыз тақтаға назар аударайық. Ең алдымен бүгінгі сабағымыз барысында біз тәуелсіздіктің 30 жылдығында еліміз қандай жетістіктерге жетті, мемлекетімізді нығайту үшін тағы да не істеуіміз керек, келешек ұрпаққа қандай мемлекетті аманат етеміз. Міне осы сұрақтарды қарастыратын боламыз. Ең алдымен барлықтарыңызды бейне роликті тамашалауға шақырамын. Уақыт. Адамзат баласы ешқашан құрықтай алмаған асау құбылыс. Бірақ біз шындықты тудыралатын қабілетке иеміз. Бұл оңай болған жоқ. Өз даңғылымызбен дами алатынымызды дәлелдеу оңай болмады. Біз бейбітшілікті таңдап басқаларға қауіп төндірмедік. Біз келешек ұрпақтың жарқын болашағы үшін тарихи шешімдер қабылдадық. Біз жаңа елдің жаңа экономикасын қалыптастырдық. Небәрі 10 жылдың ішінде өнеркәсіптік серпіліс жасадық. Әлем тұтынатын өнімдер шығара бастадық. Біз әлемдік дамудың маңызды нүктесі бола алатынымызды дәлелдедік. Біз шығыс пен батысты жалғап, жаңа жібек жолының бір бөлігіне айналдық. Кемшіліктерді артықшылыққа алмастырдық. Біз алыптармен достастық. Енді желкенімізді қайда бұратынымызды анық білеміз. Біз тәуелсіздікті сақтап, жанжалдар мен аумақтық даулардан аулақ болдық. Білімді, технология мен адами капиталды басты назарда ұстадық. Бұл біздің ел болашағына салған инвестициямыз. 30 жыл ішінде қазақстандық аға буын мүмкін емес істерді тындырды. Бүгінде біз өткенімізбен мақтанып, болашаққа нық қадам басамыз. Оқушылар, бейнеролик арқылы тәуелсіз Қазақстанның қандай жетістіктерін білдік? Кім айта алады? Жасы, алпамыз. Республикамыз 1991 жылы тәуелсіздікке ие болды, ал 1992 жылы мемлекеттік рәміздер қабылданды. Өте жақсы, рахмет, отыра қойыңыз. Алина? Сонымен қатар 1992 жылы қарулы күштер қабылдануы, 1993 жылы ұлттық валютаның айлыққа енгізілуі. Керемет, жақсы. Рахмет. Меруерт? Қазақстан тәуелсіздігін алғаны үшін 1994 жылы ядролық қарусыз мемлекетке айналып жаһандық тәсілге қадам басты. Жарайсыз. Келесі. Кристина? Мемлекеттік құрылыстың ұлттық негізін қалыптастырушы құжаты Қазақстан Республикасының атағына қабылданды. Нұралы, айта қойыңыз. 1995 жылы халық ассамблеясы құрылды, сонымен қатар қазақстандықтардың хал-ауқатын жақсарту үшін Қазақстан 2030 стратегиясы қабылданған болады. Өте жақсы, отыра қойыңыз, рахмет. Келесі Алдияр. Экономикалық серпіліс бойынша айта кетсек, 1326 жаңа өндіріс және 200 мыңдай жаңа жұмыс орны ашылған болатын. Бұл тікелей шетелдік инвестициялардың көлемінің артуына, одан басқа халық саны мен жастар санының артуына әсер еткен болады. Оқушылар, бейнероликте айтылмаған тәуелсіз Қазақстанның қандай жетістіктері бар? Мариям? 2017 жылы Экспо халықаралық мамандандырылған көрмесі өтті. Өте жақсы, дұрыс айтасыз. Дилназ? 2010 жылы саммит өтті, ал 2011 жылы Азия ойындары өткізілді. Керемет, рахмет. Нұрасыл?
1991 жылдың Семей полигонының жабылуы және Невада Семей қозғалысы. Өте жақсы, рахмет. Оқушылар, менде бір идея бар. Дәл қазір біз суретке жан бітіріп көрейік, сөйлетейік. Қалай қарайсыздар? Ендеше маған Ерасылдың көмегі керек болады. Ерасыл, сіз өзіңізге 5 оқушы таңдап алсаңыз көмекші. Амина, Мария. Сонымен қатар Дарын мен Аружанды алып келетініміз тұғыма. Оқушылар, бұл бізде шығармашыл топ болады. Ең алдымен тапсырманың нұсқауымен танысып шығайық. Мен қазір оларға бір сурет беретін болам. Олардың мақсаты сол суретке жан бітіру, яғни қимылмен көрсету дейміз. Ал сіздердің мақсатыңыз сол оқушылардың қимылына қарай отырып, оқиғаны анықтау. Тапсырма бәрімізге түсінікті деп ойлаймын. Ендеше шығармашыл топты шығарып салайық. Шығармашыл топ жұмыстарын аяқтағанша біздер алдарыңызда жатқан инфографикамен танысып шығайық. Оқушылар, шығармашылық топ өз жұмысын аяқтап болды. Ендеше ең алдымен барлықтарымыз тапсырманың ережесін еске түсірейік. Кім көмектеседі? Диляра? Оқушылар біздің бір оқиғаны қимылмен көрсетеді, ал біз болсақ сол оқиғаның қандай екенін өзіміз тауып көреміз. Өте дұрыс, Диляра, көп рахмет. Ендеше кезек шығармашылық топта қимылдарына мұқият қараймыз. Сонымен бұл қандай оқиға екен? Фарида? Бұл 1989 жылы 28 ақпанда Олжас Сүлейменов бастаған Невада Семей антиядролық қозғалысы. Көп рахмет. Оқушылар, дұрыс па жауабы Фариданың? Жақсы, ендеше дұрыс жауапты тақтадан тексеріп көрейік. Өте дұрыс, жауаптарыңыз дұрыс болды. Бұл Семей ядролық полигонының жабылуына бағытталған 1989 жылғы Олжас Сүлейменов бастаған Семей Невада антиядролық қозғалысы болып табылады. Көп рахмет, оқушылар, сіздерге орындарыңызға орала беруіңізге болады.
Енді осы орайда келесі тапсырманы орындап көрейік. Тапсырманың нұсқауы тақтада көрсетілген. Біз оны онлайн жаңбыр тақтасы арқылы орындайтын боламыз. Ол үшін топқа бөліну керек бізге. Топқа біз сіздердің алдарыңызда жатқан инфографиканың түстері арқылы бөлінетін боламыз. Бірінші топ, яғни жасыл түсті инфографикасы бар оқушылар. Екінші топ сары түсті инфографикасы бар оқушылар. Және үшінші топ ол қызғылт сары түсті инфографикасы бар оқушылар. Және қызғылт түсті ол бізде төртінші топ болады. Егер де бәрімізге тапсырма түсінікті болса, ендеше іске сәт. Оқушылар, дайын болсақ, жұмыс нәтижелерін таныстырайық. Жұмыс нәтижелерін біз басты тақырыпта көре аламыз. Ендеше
кезек-кезегімен таныстырып өтейік өз жұмыс нәтижелеріңізді. Бірінші топ, Аржан. Біздің топ полигон жабылуының күшті жақтарын қарастырған болатын. Ең бірінші кезекте бұл Қазақстан ядролық қарудан азат аймаққа айналды. Бәріміз білетіндей, 1994 жылы Қазақстаннан ең соңғы қарулы ядролық қару шығарылған болатын, және осы кезден бастап полигон аймағы радиациядан тазартыла бастады. Өте жақсы, рахмет. Қазақстан көптеген елдермен дипломатиялық қарым-қатынастарға түсті. Мысалы, ақш, Ресей, Қытай, Түркия және тағы басқа. Жақсы, рахмет. Және де Қазақстан ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылды. 29 тамыз күні Қазақстан бастамасымен жаһандық ядролық қаруға қарсы күн болып бекітілді. Көп рахмет елер, толықтай қосыламыз сіздермен. Кезек екінші топқа да келіп жетті. Ендеше екінші топ өз жұмыс нәтижелерін таныстыратын болады. Бізге екінші топқа Қазақстанда семей полигон жабылуының әлсіз жақтарын қарастыру керек болды. Бірінші ол зақымдалған жерлердің қажетсіз болып қалуы, яғни сынақ өткізілген жерлердің зақымдалған жерлердің қалпына келу үшін жүздеген, тіпті мыңдаған жылдарды кетуі мүмкін. Көп рахмет олған. Сонымен қатар мемлекет тарапынан бөлінетін қаржылық шығындардың көп болуы. Жарайсыз, Дина. Қазақстан Республикасының әскери әлеуетінің төмен болуы Firepower рейтингі бойынша 61-ші орында болды. Дұрыс айтасыз. Радиобиология мен ядролық физика ғылымдарының даму қарқындылығының төмен болуы. Жақсы, рахмет. Ендеше кезек үшінші топқа да келіп жетті. Үшінші топ. Біз ядролық полигонның жабылуының мүмкіндіктерін қарастырдық. Яғни, бірінші мүмкіндік бұл Қазақстанның еш кедергісіз дүниежүзілік аренаға шығуы. Яғни біз әртүрлі ұлттық ұйымдарға мүше болып, көптеген шетелдік инвестицияларды тарттық. Жақсы, рахмет. Қазақстанның әлемдік қауымдастық және ұлы державалар тарапынан саяси және экономикалық санкциялар салуына әкелуші еді. Мысалы, қазіргі таңдағы Иран және Солтүстік Корея сияқты мемлекеттердің жағдайы нашарлауына, сонымен қатар әлемдік қауымдастықтан оқшаулануына алып келуі мүмкін еді. Керемет, Ерасыл қазіргі жағдаймен байланыстырып өттіңіздер. Ендеше оқушылар, барлығымыз қайтадан өз орнымызға оралайық. Оқушылар, бүгінде тәуелсіздік құрдастары ой толысқан 30 жасқа толды. Тәуелсіздік құрдастары егемен елде дүниеге келіп, өсіп жетіліп, қазіргі таңда олардың санасы сергек, көз қарастар мен өмір салты өзгеше болып табылады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың қонағы Кураторлар әдістемелік бірлестігінің жетекшісі Жарболов Изат Алибековичті шақырайық ортаға. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Елімізде келе жатқан тәуелсіз еліміздің 30 жылдығымен сізді шын жүректен құттықтаймын. Осы 30 жыл ішінде біздің еліміздің жеткен жетістіктері аз емес, және болашақта біздің жетістіктерімізді ары қарай дамытуда үлес қосатыныңызды өте үлкен үміттемін. Ал енді сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоюға болады. Сіз балалық шағыңызбен бөлісе аласыз ба? Рахмет. Мен 1991 жылы Қостанай облысы Қамысты ауылында көпбалалы отбасында дүниеге келдім. 1998 жылы бірінші сыныпқа барып, алдына белгілі бір мақсаттар қойдым. Осы мектепте оқып жүргенде спорт саласында, музыка саласында белгілі бір жетістіктерге жетіп, және 11 сыныпты бітіргеннен кейін өз мамандығымды педагогика саласымен байланыстырамын деген таңдау жасадым. Тағы да кімде сұрақтар бар? Сіздің өмірлік кредіңіз қандай? Рахмет. Менің өмірлік кредім ол қандай іс болмаса да істеген ісінді әр кезде сүйіспеншілікпен істеу. Тек қана осы жағдайда сен белгілі бір жетістіктерге жетуге болады деген кредім бар. Сіздің еңбек жолыңызда жеткен жетістіктер туралы айта аласыз ба? Рахмет. Студенттік өмірден бастап мен өте белсенді болдым. Мысалы, Альянс студенттерінің
Қазақстан Республикасының вице-лидері болдым. Жастар депутат қанаттың басшысы болдым. Және өз еңбек ісімді бастағаннан кейін мен 22 жасымда Қостанай облысында тәрбие ісі жөніндегі директорының орынбасарының ең жас маманы болдым. Және студенттермен жұмыс жасағанда, мысалы, КВН, спорттық іс-шаралар, өнер шараларында белгілі бір жетістіктерге біз жеттік. Қостанай қаласы және Қостанай облысының әкімдерінің алғыс хаттары бар. Және республикалық деңгейде марапаттауым бар. Елбасы медалі жобасы біз жастар үшін қаншалықты маңызды? Ол өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені осы бағыта арқылы әр жас өзінің soft skills дейді ғой, жоғары дәрежеге көтере алады. Мысалы, Қазақстанда осы бағыттар өте әр жасқа керек деген спорт, дарын мен дағды, ұлттық мораль деген өте қажет. Өз тарихын білу, кітап оқу, спортпен айналысу деген өте маңызды деп ойлаймын. Жақсы. Сіз үшін тәуелсіздік несімен құнды? Тәуелсіздік мен үшін ең біріншіден біздің ғасырлар бойы ата-бабаларымыздың өз жерін қорғап орындалған арманы. Екіншіден мен үшін тәуелсіздік ол құндылық. Үшіншіден мен үшін тәуелсіздік ол өз тудың, таңбаның, жердің болуы. Жақсы, рахмет. Бізге Әлібек көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге, осы мәнді сұхбатыңызға. Енді оқушылар, тәуелсіздік құрдасына бой түзе отырып, болашаққа болжам жасап көрейік. Біз Қазақстанды 30 жылдан кейін қалай көреміз? Осы сауалға әртүрлі аспектілер тұрғысынан жауап беріп көрейік. Ендеше кім бастайды бізде? Жас. Бізде айтсын, Айнұр айтсын. Біздің тәуелсіз еліміз 2020 жылға қарай мұнай мен көмірді пайдаланудан толыққанды бас тартып, оны баламалы энергиямен алмастыруға мүмкіндігі бар. Және де соңғы 10 жыл аралығында осы баламалы энергия көздерін Қазақстанда дамытуға бағытталған көптеген іс-шаралар өткізілді. Олардың бастамасы болып Экспо 2017 көрмесі саналады. Сонымен қоса, осы жылы Қостанай ауданында Ыбырай жел электр станциясы орнатылған болатын. Ол жылына 179 миллион киловатт энергия өндіреді. Керемет, Айнұр, рахмет. Жақсы, тағы да кім өз ой бөлісе алады? Ендеше Алтынай. Қазақстанның әлеуметтік жағдайы жайлы айтатын болсақ, 2020 жылғы 1 қаңтарда іске қосылған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бағдарламасы бойынша денсаулықты сақтау саласы жаңа деңгейге көшетініне кәміл сенемін. Мысалға, медициналық технологиялардың қарқынды даму әсерінен осы біздің еліміздегі орташа өмір сүру деңгейі 80 жастан асады. Керемет, көп рахмет. Жақсы, тағы да кім болашаққа болжам жасай алады? Ендеше Ерасыл. Саяси жақта қарасатын болсақ, мен ойымша Қазақстан 2050 стратегиясында белгіленген міндеттерді жүзеге асыру негізінде еліміз алдағы 10-15 жылда дамыған 30 елдің қатарына кіре алады. Бұл бізге әлемнің дамыған елдермен тең деңгейде қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Жақсы. Келесі сөз кезегі Нұрасылға берсем болады ма? Болады, әрине. Керемет. 2021 жылдың басында US University рейтингіне қазақстандық тек 13 университет кірді. Олардың ішінде топ-5-ке кірген 3 университет қана болды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті және Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. QS аналитикалық есебіне сенсек, Назарбаев университетінің топ 100 қатарынан көре аламыз деген ойым бар.
Өте жақсы. Раул, келесі сөз кезегін кімге бере аласыз? Не? Көмектесейін мен сізге, мысалы, Аружан қол көтеріп отыр, Аружанға. Мен біріншіден тәуелсіздік жылдарындағы білім беру саласының жетістіктерін атап өткім келіп отыр. Біз болашақ ұрпақ Назарбаев зияткерлік мектептерінде білім алу мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Осы орайда осы біздің мектебіміздің үлгісіндегі мектептер саны толығып, жаңартылған бағдарлама бойынша Қазақстанның әрбір оқушысы білім алып жатыр. Ал енді болашаққа көз жүгіртетін болсақ, әлеуметтік жағынан Қазақстанның азаматтары үш тілде еркін сөйлейтін және бәсекеге қабілетті болады деп толық сеніммен айтуға болады. Өте жақсы, рахмет Аружан. Жақсы. Оқушылар, енді тәуелсіз Қазақстанды өркейту, дамыту, ол біздің өміріміздің миссиясы болғандықтан, аға буыннан бізге көк туды желбірету аманат болып табылады. Ендеше барлығымыз көк тудың желбіреген әнін бірге орындайық. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында
Бүгінгі біздің қонағымыз Қостанай облысы әкімінің орынбасары Есимова Бақыт Амангелдиевнаға берейік сөзге. Біріншіден осындай тамаша сабаққа шақырғаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бүгін балалармен көрісіп, осындай тамаша дайындықтарыңызды көріп, оқуға, сабаққа деген қызығушылығыңызды мұғалімге ерекше рахметімді айтамын. Сабақ өте тамаша болды, өте маңызды тақырып. Өзіңіз білетініңіздей, осы жыл өте ерекше біз үшін. 30 жылдық тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы бұл әрине жастары сіз ертең 50 жылдықты тойлап, 60 жылдықты, 100 жылдықты тойлап жүргеніңізде осы сабақ есіңізге түседі деп ойлаймын. Өйткені бұл күннен күнге еліміздің дамуын көрсетіп, сондықтан келесі жылдары одан да аса дамимыз деп мен сенімдемін. Осындай ең бірінші байлығымыз, осындай кең байтақ территорияда шекарамыз түзіліп, барлық көршілермен, басқа елдермен тату, елдің ішінде сондай бейбіт өмір сүру, ол біздің ата-бабаларымыздың аңсаған арманы. Және де оны күнде есімізде ұстап, ол құндылықты жоғалтпау керек. Сондықтан біріншіден алғысымды білдіремін. Екіншіден, енді өзімнің қалай айтсам екен, есіме түскен жағдайларына бөлісейін. Өйткені менің есімде, мен 84 жылы туғанмын. Әлі есімде осындай октябрь деген значогым бар. Оны біз бірінші сыныпта, мен сол ғана значогымды алуды үлгердім ол уақытта. Содан кейін еліміз тәуелсіздігін алып, 3-4 сыныпта біз осындай сочинение жаздық, менің борышым деген. Сонда мен енді баламын, атама келіп сұрадым, менің борышым не деп. Сонда менің атам солай айтқан, бұл ата-анаңа көмектесу біріншіден, екіншіден отанды сүю деп. Сонда менің ойыма біріншіден осындай ой келді. Міне отаным, Қазақстаным, менің борышым енді бұл отанды сүю деген ой келген. Сол ой енді кіші жастан бастап, міне осы күнге дейін басында, және де ол ой деген балаларыма, өзімнің балаларыма, кей кезде жастармен көріскенде бөлісемін. Сондықтан отанды сүю деген ол әр азаматтың борышы деп ойлаймын. Сондықтан сіз әлі мүмкін оны дұрыс терең түсінген жоқ шығарсыз, бірақ ертең сүйгелі басқа елге барып оқып, ол елде мына туыңызды комнатаға іліп, оны өзіңіз сезінесіз. Өйткені сіздің отаныңыз бар, сіздің борышыңыз отанды сүю деген үлкен борышыңыз бар өмірде. Оны өзіңіз сезерсіз енді өтегелі. Сондықтан енді бәрімізге тілейтінім ол бейбіт өмір, осы борышты сақтау, және де отанды сүйіп, оған өз еңбегімізбен күнде өз арттыру. Сонымен бәрімізге тілеймін. Ал енді маған айтқан смешанный класс деп, орысша, қазақша, ағылшынша мүмкін сұрақтарыңыз болса, мен дайынмын жауап беруге. Және де енді орысша бір-екі сөз айтып кетейін. Сегодняшняя встреча очень для меня важна, потому что я почувствовала, как молодежь стремится, знает, мне кажется, вы знаете больше, даже, наверное, чем взрослые, о всех исторических фактах, которые происходили за эти времена. Вот. Хотелось бы всем пожелать успехов в учебе. Хотелось бы поздравить всех еще раз с этой замечательной датой, 30-летия независимости. Мы на самом деле прошли очень много за эти 30 лет, но еще больше впереди, да, и
скажем, годом, вот сегодня у нас 11 класс присутствует. Я думаю, что вы должны осознавать, насколько вы живете в независимой стране, все в ваших руках, будущее страны в ваших руках. Для этого вы должны только учиться на данный момент, а в последующем привносить свой вклад. Жақсы рахмет. Сұрақтарыңыз болса, мен жауап беруге дайынмын. Көп рахмет, Бақыт Амангелдиевна. Сабағымыз осыменен бізде тәмамдалады. Қош сау болыңыздар, оқушылар, қонақтарды шығарып салайық. Енді камераны сөндірсек, содан кейін бір 10-15 минут оқушылармен кішкене